Ассаламу алейкум. Біз бүгін сіздермен Кәусар сүресін оқитын боламыз, соны талдайтын боламыз. Жалпы бұл сүреде кездесетін ереже уәнхар. Уәнхар. Сукунды нун өзден кейін ха әрпінен жоқты. Ал ха бізде не еді? Изхар әрпінен. Сондықтан нунды анық шығарып оқимыз. Уәнхар деп. Бұл изхар ережесі. Әл-әбтар. Әл-әбтар. Б бізде не? Қалқала ережесі. Жалпы оңай. Енді Кәусар сүресінің өзін бастап оқитын болсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәт арид. Рахим деп тоқтаған кезде. Инна а'тайнакал кәусар. А'тайнакал кәусар. Инна мәт созылып тұр. Өзден кейін не? Хамза келді. Бірақ инна деген сөз расында біз деген сөзді. А'та деген сөзден бастап бізде бердік деген сөз басталады. Демек мынау басқа сөз, хамза. Бірақ екеуіне бірден кейін жолығып тұр. Мәт мұнфасыл. А'тайна мәт арид. Мәт арид деп қойған, мәт табиғи. Екке созамыз. Кәл. Мына жерден кіріп кеттік. Яғни ол бізде қамария ережесі. Кәусар. Осы жерде абай болыңыздар. Кәусар немесе кәусар деп жіңішке айта салады. Бұл жерде сә жіңішке, ро жуан. Кәусар, кәусар, кәусар деп сәр, сәр деп сәні жіңішке, ро жуан. Кәусар, кәусар деген сияқты. Расында біз саған бердік Кәусар бұлақты. Пайғамбарымыз айтып жатыр. Пайғамбарымызға Кәусар бұлақ бердік деп айтып жатыр. Кейін фасолли ли роббика ванхар, ванхар. Фасолли ли роббика ван. Бұл жерде бізде нун әрпі сукунмен өзінен кейін ха, бағанағы изхар. Қосымша тағы да қоса берейік осыдан кейін ережелерді. Ли ро әрпі фатхамен тұр. Демек не? Жуан. Ол тафхим. Яғни бұл жерде роның жуандық ережесі. Ро, яғни бізде кәсірмен болса жіңішке, ол тарқиқ. Ванхар. Ро өзі сукунды, өзінің алдыңғы харпіне бізде фатхал. Демек ро бұл жерде жуандық ережесі жүріп жатыр. Фасолли ли роббика ванхар. Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп келтіреді. Инна шани ака хуал абтар. Хуал абтар. Бағана сияқты. Тә жіңішке, ро жуан. Инна түсінікті. Ша бізде мәт табиғи. Хуал. Мына жерде ләмға кірдік. Қамария. Әбі қалқала. Тәр, ро. Бізде бұл жерде дамамен тұр, бірақ біз тоқтаған кезде сукун береміз. Сол кезде өзен алдыңғары фатхалы. Демек ро жуан оқылады. Әбі тәр деген сияқты. Енді бұл жерде пайғамбарымызды расында кемсітушілердің, олардың өздері ұрпақсыз қалған деп Алла тағала олар махрум қалған деп айтып жатыр. Енді Кәусар сүресінің бұның түсу немесінде де бір керемет жатыр да. Пайғамбарымызды сондай кемсітетін адамдар болған. Ол кісі ұлы қайтыс болады ғой, Абдулла деген. Содан кейін адамдар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жайлы әңгіме қозғалса бір жерде, ол қоя салшы оны. Оның болды аты өшет, ол біраз өмір сүреді, содан мен аты өшет, кетет, жоқ болып кетеді бұл әлемде. Не үшін? Оның атын жалғастыратын Мұхаммад ибн деген сияқты ешқандай бір ұрпағы жоқ. Яғни оның ұрпағын жалғастыратын ұл жоқ дейді. Сол кезде Алла тағала ол кісіні жұбату үшін осы сүрені түсіреді. Бұл сүреде енді қараңыздар, біз саған Кәусар бұлақты бердік. Ол Кәусар бұлақ не десе, ол жәннаттағы өзен дейді. Ол сондай бір алтын, сондай жақұт маржандардың үстінен ағып жатыр. Оның суы сондай балдан да тәтті, және оның түсі қардан да әппақ. Және одан кім ішетін болса, ол одан шөлдемейді.
одан кейін дейді. Яғни сондай бір өте үлкен сый да бұл. Пайғамбарымыз сыйлық беріп жатыр. Және не дейді? Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал. Басқа ешкім үшін құрбан шалма. Осы жерде айт намазының үкімі де осы аяттан шығады. Айт намазын оқы деген сияқты. Және сені кемсітіп жатыр ғой, пәленше ұрпақсыз деп. Жоқ. Яғни сол кемсітіп жатқан адамдардың өздері негізі мынау Құраш тайпасының ең беделді, мықты адамдары еді. Ұрпақтары сондай көп еді. Бірақ не дейді? Оларды біз ұрпақсыз қалдырамыз, сені сондай кемсіткен үшін. Және де қиямет күні олардың ешқандай абыройы да болмайды. Сондықтан сен ешқашан уайымдама. Олардың өздері ұрпақсыз деп айтады. Пайдалы болсын.